Ержан 5-ші класстан боксқа барды. Үлкен ағалары барды бірінші. Оның артынан бұл барды. Азанда 3 сағат, кешке 3 сағат, беліне құм, аяғында құм. Нет-нет мені арқалап, анау жардың басына шығып, түсіріп жүгіретін. Бокстан до конца шығып қалғаны армияға дейін ойнады осы жақсы. И содан армияда бруцеллез болып ауырып, 1 жылдан кейін комиссовойын болып келді, морфлотқа түскен. Одан келіп, қайттан боксты бастап, облысты ұтты. Облысты ұтып, жәнегі республиканскийге дайындалып сборда қайттан бруцеллез ұстап қалады. Содан тастайды, бұл 71 салмақта бәрін жеңді почти. Ата баба ардақтау мен салтында, сүйген мәңгі сұлулықты жүрегі, өзің бар. Ол тарихқа қалай енді? Алғашында көптеген ән байқауларына қатысты. Ержанның есімі елге танымал бола бастады. Сол кезде ол өзінің өмірлік серігі болатын гитарасын таңдады. Бір жас қанаттан 1-ші жүлдені ұтады, Болгарияға путевка. Болгарияға барғысы келмеді ма, қаражаты болмады ма, Болгарияның путевкасын гитараға ауыстырып алады. Сол гитара қазір менде. Кездестік біз сол бір түні, ай сәулесі астында, махаббаттың жырын айты, махаббатпен сырласты. Өмір бойы өзіңменен бір болуды қалап ем. Кеттің ғой сен алысменен, кеттің ғой сен басқамен. Махаббатпен ойнама сен, жас жүректі қинама сен. Сүйемін деп алдама сен, егер оны сүймесең. Махаббатпен ойнама сен, жас жүректі қинама сен. Сүйемін деп алдама сен.